Қазақстан Республикасының азаматы ретінде тағы бір пікірімді айтқым келіп тұр. Өзімнің пікірімге қарсы шығуға болмайды ешкім. Сауат ашу дейтін кітаптан құтылғандарыңыз құтты болсын. Әліппеміз қайтып келіп ағайын. Министрге рахмет. Сол әліппеге бір өтініш сияқты пікірімді айтқым келіп тұр, сондай. Өйткені ана әліппе бар емес па? Соның әріптердің қасында тұрған суреттер бар емес па? Біздің балдардың миын дамытпайды ағайын. Болмайды. Мысалға, А дегенде баяғы біздің алмамыз тұр. Мынаны қазір балдарға алма деп оқытсаң, ана бала қайттан тазик шығарады. Сақтануымыз керек ағайын. Уже бұл қасірет, былай қарап тұрсаң. Мен ойлап отырмын, алманы алып тастау керек, керек емес. Заман талабына сай, ақша. Ақшаны қоя сал болды, ақша. Бірінші кластың баласына үйрет. Балаға ақшаны үйретпейді. Неге үйрету керек? Бірінші класстан бастап. Ақша. Балам, бұл ақша. Ақшаны маңдай термен табу керек. Ақшаны ұрламау керек. Ақшаны жемеу керек. Жұмыс істейсің, маңдай термен ақшаны табасың деу керек. Баланың миына бірінші класста сіңіп қалады. Әтеш тұр. Мына әтешті танитын шығарсыздар. Бұл әтеш біздің Ахмет Байтұрсынов атамыздың әтеші, құрметті ағайын. Бұл әтешке ренжімеуіміз керек. Бұл әтеш қазаққа еңбек сіңген әтеш. Бұны алып тастамау керек. Бұның орнын ауыстыру керек. Мен отырмын, бұл әтешті грил қып гыға жіберсем ба деп отырмын. Уже грилге кететін уақыты болды. Егер әтеш ренжіп, мен грил болмайым, мен қазаққа еңбек сіңген әтешім десе, онда оға жіберейік, окарашки болып кетсін. Болмаса кыға жіберейік, кепси болып кетсін. Тауық ниетінен фарш жеп көрдіңіздер ма? Білмей, құтылу керек. Бірақ әтешті орнына әке. 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 Ақша ғой? Әке. Балаң айтады, әкеңді тыңда. Әкеңді сыйла. Әкеңді құрметте. Әкеңді құрметте. Ақшаңды ұстай алмасаң, әкеңе бер, әкең ұстасын. Әкең екеуің шамалы болса, шешеңе бер, сол ұстасын. Бала әке шешесімен ақылдаса бастайды. Ақша, әке, әкемен ақылдасу керек. Барабан тұр. Қазір мына барабанды айтсақ, баланың миын ашытамыз. Қазір не көп? Блогер көп. Қазір деген барабанщик көп, музыкант көп. Керек емес. Банк. Банк. Бірінші кластың баласын миын ашыта беруге батыс спокойно. Балдар миға тістейді. Банк. Банкке барап берме. Сорлы кредит ала берме. Банкке барма. Ақшаңды банкке сал. Банкке жина. Хаттың орнына халықтың фотосын көру. Халықтың ақшасын жеме, халқыңды құрметте, халықтың ақшасын ұрлама. Қашып баратқан адам фотосын көріп, халықтың ақшасын ұрлап қашма. Қаштың ба? Түрмеге барасын деп көріп қой, болды ғой. Бірінші класста баланың духын алып тастаймыз уже біз. Осының бәрін Қызылордадан келіп мен айтуым керек па? Сосын деген әріпті алу керек та, баланы ырбаңдамай сабағыңды оқуды керек, болды. Қырыққа келейін деп атым. Әңгімем дұрыстаған түрім мынау мен. Негізі, құрметті ағайындар, біздің көп, сырттан келіп ешкім айтпайды, өз-өзімізге айтып жүреміз ғой. Біз орыс қазақтың жалқау екенін білмейді ғой, өзбек білмейді. Қазақ жалқау дейді, біз жалқау халық емеспіз негізі. Біз негізі жұмыс істейміз. Істегенді жақсы көреміз, бірақ біз сылтауды көп айтамыз жұмыс істемеу үшін. Өйткені біздің әліппемізде 42 әріп бар, құрметті ағайын. 42 әріптен неше түрлі сылтау шығаруға болады ғой. Мысалы, немістер неге дамып кетті? Өйткені олардың әліппесінде 26 ғана әріп бар. Байғұстар сылтау айтайын десе, әріптері таусылып қала береді, амал жоқ жұмыс істейді. Сол үшін мен ойлап отырмын, балдардың миын ашытпай, 42 әріптің ішінде керек емес әріптерді алып тастау керек сияқты мен ойымша. Мысалы, мягкий знактың вообще керек жоқ бізге, не аласыңдар оны? Кім пайдаланады соны? Жылына бір-ақ рет июльде ғана пайдаланамыз болды ғой? Сосын мягкий знакқа ұқсайды, сосын төбесінде мынандай бар атын еді, атын да білмей тұр ғой біз. Соның оқшын керек жоқ бізге. Подъезд деп жазғанда да қоспаймыз ғой соны. Сосын юды алып тастай салайық, ю